Сәлем, бүгін біз 8-ші сыныптың химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер тақырыбының біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: заттардың негізгі сандық сипаттамаларын атаңдар. Жауабы: зат мөлшері, салыстырмалы молекулалық масса, мольдік масса және де бөлшектердің молекула саны заттардың негізгі сандық сипаттамалары болып табылады. Бірінші есеп: зат мөлшері 1,6 моль оттек сутекпен толық әрекеттесті. Түзілген судың зат мөлшерін есептеңдер. Есепті шығару үшін ең алдымен реакция теңдеулерін жазып аламыз. Яғни 4 молекула сутек қосылған 1 молекула оттекпен нәтижесінде 2 молекула су шығады. Бізде есептің берілгенінде бар, оттектің зат мөлшері 1,6 мольге тең, ал бізге табуымыз керек ол судың зат мөлшері, оны x моль деп жазып аламыз. Реакция теңдеуіне сүйене отырып, біз 1 моль оттек, ал суды 2 моль деп есептейміз. Және де осыдан x-ті табуымыз үшін біз пропорцияны қолданамыз. Яғни 1,6 моль оттек x моль суды түзеді, ал 1 моль оттек 2 моль суды түзеді. Осы арқылы x-ті табатын болсақ, x тең болады 1,6 моль көбейтілген 2, бөлеміз 1-ге. Нәтижесінде 3,2 моль шығады. Жауабы: судың зат мөлшері 3,2 мольге тең. Екінші есеп: күкіртсутек оттекте шала жанғанда күкірт түзіледі. 2H2S қосылған O2 тең 2S қосылған 2H2O. Реакция нәтижесінде 4 моль күкірт түзілсе, реакцияға оттектің қандай массасы қатысқан? Бұл есеп шығару үшін ең алдымен біз реакция теңдеуін жазып аламыз. Яғни 2 молекула күкіртсутек қосылған 1 молекула оттек нәтижесінде 2 молекула күкірт және де 2 молекула су түзіледі. Бізде күкірттің зат мөлшері белгілі, ол 4 мольге тең, ал бізге оттектің зат мөлшерін табу керек, яғни оны x моль деп есептейміз. Реакция теңдеуіне сүйене отырып оттекті 1 моль, ал күкіртті 2 моль деп есептеп аламыз. Бұл жерден x-ті табуымыз үшін пропорция құрамыз, яғни x моль оттек 4 моль күкірт түзеді, 1 моль оттек 2 моль күкірт түзеді. X тең болады 4 көбейтілген 1 бөлінген 2. Нәтижесінде 2 моль шығады. Яғни бізде оттектің зат мөлшері 2 мольге тең. Енді бізде табу керек затымыз ол оттектің массасы болатын. Бұл жерде біз масса тең болады зат мөлшері көбейтілген молярлы масса формуласын қолданамыз. 2 моль көбейтілген 32 грамм моль, нәтижесінде 64 грамм шығады. Яғни бізде оттектің молярлы массасы 32 грамм мольге тең. Нәтижесінде оттектің массасы 64 граммға тең. Үшінші есеп: мына реакция теңдеуін пайдаланып есеп құрастырыңдар және оны шығарыңдар. 2 натрий қосылған хлор 2 тең 2 натрий хлориді. Есепті шығару үшін реакция теңдеуін жазамыз. 2 молекула натрий қосылған 1 молекула хлор 2 түзеді 2 молекула натрий хлоридін. Есептің берілгенде натрийдің зат мөлшері бар 5 мольге тең. Натрий хлоридін x моль деп аламыз. Реакция теңдеуіне сүйене отырып, натрийді 2 моль, натрий хлоридін 2 моль деп есептейміз. Бұл жерден x-ті табу үшін пропорция құрамыз, яғни 5 көбейтілген 2 бөлінген 2, нәтижесінде 5 моль шығады. Енді бізге натрий хлоридін массасын табу керек, ол үшін біз зат мөлшері көбейтілген молярлы масса формуласын қолданамыз. Натрий хлоридінің молярлы массасы 117 грамм мольге тең. Яғни 117 грамм мольді 5 мольге көбейтеміз, нәтижесінде 585 грамм шығады. Яғни натрий хлоридінің массасы 585 граммға тең. Төртінші есеп: массасы 13 грамм мырыш сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттесті. Түзілген мырыш хлоридінің массасын және зат мөлшерін есептеңдер. Реакция теңдеуін жазып аламыз. Цинк қосылған 2 молекула H хлор түзеді. 1 молекула цинк хлор 2 қосылған 1 молекула сутек. Бұл жерден біз цинк хлоридінің массасы мен зат мөлшерін табуымыз қажет. Бізге берілген мырыштың 13 грамм массасы, оның бірден молярлы массасын тауып аламыз, ол 65 граммға тең. Және де цинк хлориді x грамм деп аламыз, өйткені белгісіз. Және x моль деп аламыз, ол деп белгісіз. Реакция теңдеуіне сүйене отырып, оны 1 моль деп есептейміз. Және де молярлы массасын 136 грамм моль деп аламыз. Бұл жерден пропорция құрамыз. Ең бірінші біз цинк хлоридінің массасын тауып аламыз. Яғни 13 грамм мырыш x грамм мырыш хлоридін түзеді.
ал 65 грамм мырыш 136 грамм цинк хлоридін түзеді. Яғни пропорция құрамыз нәтижесінде бізде 27,2 грамм шығады. Енді біз массаны тауып алғандықтан біз мырыш хлоридінің зат мөлшерін тауып аламыз. Ол үшін біз масса бөлінген молярлы масса формуласын қолданамыз. 27,2 граммды шыққан бөлеміз 136 грамм мольге. Нәтижесінде бізде 0,2 моль шығады. Яғни есептің жауабы мырыш хлоридінің зат мөлшері 0,2 мольге тең, ал массасы 27,2 граммға тең. Бесінші есеп. Мырыш пен темірдің 32,5 грамм қоспасына қоспадағы мырыштың массалық үлесі 20%, тұз қышқылымен әсер етті. Түзілген сутектің массасын және зат мөлшерін есептеңдер. Есепті шығару үшін біз массалық үлес тең болады. Масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100% деген формуланы түрлендіретін боламыз. Бізде есептің берілгенде темір және де мырыштың қосындысы 32,5 граммға тең. Бірақ мырыштың жаңағы пайыздық мөлшері 20% деп көрсетілген. Сондықтан осы 32,5 граммның қанша граммы мырышқа тиесілі екенін есептеу үшін біз 32,5 көбейтілген 20% бөлінген 100% деп есептеп, нәтижесін табамыз. Ол 6,5 граммға тең. Яғни бұл 32,5 граммдағы мырыштың салмағы болып есептелінеді, массасы. Енді біз темірдікін табатын болсақ, 32,5-ті көбейтеміз 80%-ға, бөлеміз 100%-ға, нәтижесінде 26 грамм шығады. Бұл қоспа болғандықтан екі реакция теңдеумен жұмыс жасайтын боламыз. Цинк қосылған 2 молекула H хлор түзеді. Цинк хлоридін және де сутекті. Бізде есептеу арқылы біз 6,5 граммды цинк деп тауып алдық, және де оның молярлы массасы 65 граммға тең. Осы арқылы біз оның зат мөлшерін табамыз, яғни массасын молярлы массаға бөлеміз. 6,5-ті 65-ге бөлген кезде 0,1 моль шығады. Темірді есептейтін болсақ, темірде бізде 26 грамм шықты. 26 грамм бөлінген 56 грамм, яғни оның молярлы массасы. Зат мөлшерін табу үшін массаны молярлы массаға бөлеміз, нәтижесінде 0,146 моль шығады. Енді осы жерден біз сутектің зат мөлшерін тауып аламыз. Яғни бізде сутектің зат мөлшері мырыштың зат мөлшеріне тең, және де темірдің зат мөлшеріне тең. Яғни осыған қарап біз екі қоспаның зат мөлшерін бір-біріне қосатын боламыз. Яғни 0,1 моль қосылған 0,146 моль, нәтижесінде 0,156, яғни оны жуықтаған кезде 0,16 моль шығады. Ол сутектің зат мөлшері. Енді бізге сутектің массасын табуымыз қажет. Ол үшін біз 0,16 мольді көбейтеміз 2 грамм мольге. Нәтижесінде 1,2 грамм шығады. Бұл жерде мен әр қайсысын есептеп жазғанмын, бірақ бұлай ұсақ жазбай-ақ, 0,16 мольді шыққан 2 грамм мольге, яғни молярлы массасына көбейтіп жіберуге болады. Сол кезде 1,2 грамм шығады. Яғни есептің жауабы сутектің массасы 1,2 граммға тең, ал зат мөлшері 0,16 мольге тең. Алтыншы есеп. Темір мен күкірт жетінің төртке қатынасы массалы қатынаста әрекеттеседі. Массасы 2,8 кг темір ұнтағымен әрекеттесетін күкірттің массасын есептеңдер. Есептің берілгенде темірдің күкіртке қатынасы тең болады 7-нің 4-ке қатынасы деп берілген. Яғни 7 кг немесе 4 кг деп алып алуға болады. Және де бізге темірдің массасын, яғни 2,8 кг деп бергенде күкірттің массасын тап деп жазған. Бұл жерде жай ғана пропорция арқылы шығарамыз. Яғни 4-ті көбейтеміз 2,8-ге, бөлеміз 7-ге, нәтижесінде 1,16 кг шығады. Бұл күкірттің массасы. Егер саған видеомның пайдасы тисе, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыз.